Сәлеметсіздер ме, құрметті 6 сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі әдебиет оқу сабағы. Сабағының тақырыбы Алла бертонға ерлік жыры деп аталады. Сабақ басталмай тұрып, міндетті түрде бүгінгі мақсатымызды біліп алайық. Сабақтың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік, қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіріңіз деп аталады. Сабағымызды бастаймыз. Алдыңғы үй жұмысында мен сіздерге жырды оқуға берген болатынмын. Сол арқылы мен сіздерге ой түрткі сұрақтарын дайындадым. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай 2 сұрақ бар. Біріншісі, неліктен Алла бертонғаның қазасы халықтың қабырғасына батты? Екінші сұрақ, адам өмірінің өлшеулігі мәнді де мағыналы өмір сүру туралы ойларың қалай? Қандай? Ал оқушылар 2 сұрақты түсінген шығарсыздар деген ойдамын. 2 сұраққа жақсы жауап берді деген ойдамын. Ал оқушылар сұрақтарға жауап беріп болсақ, келесі суретке назар аударайық. Найзаның ұшымен, білектің күшімен сыртқы жауларын қорғаған ержүрек батыр. Сақтар әскерінің қолбасшысы болған, аты аңызға айналған тарихи тұлға. Елді біріктіруге, елдің басын қосуға сонша еңбек сіңірген. Тұран елінің билеушісі Алла бертонғадан айырылған кезде қиналып, қатты жоқтап жазған жыр. Яғни жаңағы 2 сұрақтың жауабын осы суреттен таба аласыз. Ал оқушылар, сіздерді жақсы орындады деген ойдамын. Оқушылар болсақ, келесі 2-ші тапсырмаға қарайық. 2-ші тапсырма. Оқушылар, суретте не көріп тұрмыз? Әрине, түрлі түстер көріп тұрмыз, иә? Бірінші, күлгін, поэзия. Солай секілді барлық оқушылар белгіленген. Пресс тәсіл арқылы шығармада көтерілген әлеуметтік, қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіріңіз. Яғни оқушылар пресс тәсілі арқылы дегенді түсінетін шығармыз, иә? Солай пресс тәсілі арқылы осы тапсырманы орындай аламыз. Біз бағалау критерийін және дескрипторды біліп алайық. Бағалау критерийі: шығарманы идеясы арқылы түсіндіріңіз. Дескриптор: шығарманың идеясын анықтаңыз. Шығармада көтерілген әлеуметтік, қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіріңіз. Оқушылар, біз әр сабақ сайын айтамыз, иә? Бағалау критерийсіз және де дескрипторсыз біз тапсырмаларды орындай алмаймыз. Сондықтан бізге екеуі де өте қатты қажет. Оқушылар 2-ші тапсырманы өте жақсы орындады деген ойдамын. Ал жауабын білейік. Жауаптары: бірінші, менің ойымша, Алла бертонға өте өжет, намысшыл, батыр әрі билеуші. Екінші, өйткені ол өз елін қорғау мақсатында қарсы соғыс ашады. Үшінші, оны мына мысалмен дәлелдей аламын. Алла бертонға келеді, 100 мың әскер ереді, 100 мың жебе көреді, жер қайысқан қол еді. Мұнда
ертұңғаның Иранға қарсы алғашқы жорығы баяндалады. Төртіншісі, қорытындай келе айтарым, ертұңға елін ойлаушы ержүрек батыр. Оқушылар, түркі халықтарының арғы ата тегі саналатын сақтар тарихынан сыр шертетін бейнебаянды қараңыз. Сілтемесі бейнеленіп тұр. Оқушылар, үй жұмысына беретін тапсырмам суретте көріп тұрғандарыңыздай алып ертұңға туралы қосымша мәлімет іздеп жазып келіңіз. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз өте қызықты болды деген ойдамын. Сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар оқушылар.